Титаник өз уақытынан озған кеменің шынайы тарихы. 1912 жылы 10 сәуірде Титаник Саутгемптоннан Ұлыбритания бірінші және сол уақытта соңғы сапарына шықты. Желкенге дейін сол кездегі ең үлкен лайнер барлық теңіз сынақтарынан өтті. Британ сауда палатасының инспекторы Кару Терстон 1 жылға жолаушы сертификатын алды. Адамдар алып кемеге сүйсініп, оны суға батпай деп ойлады. Алайда тағдыр басқаша ойлады. Саяхат басталғаннан кейін 4 күннен кейін Титаник айсбергпен соқтығысып, бортындағы 1496 жолаушымен бірге суға батып кетті. Біз бәрімізге трагедия туралы негізінен Джеймс Кэмеронның Леонардо Ди Каприо мен Кейт Уинслет ойнаған Аттас фильмінен хабардармыз. Бірақ атышулы лайнердің шынайы тарихына тереңірек үңіліп көрейік. 20 ғасырдың басында Cunard Line және White Star Line екі атақты жүк тасымалдау компаниялары арасында айтарлықтай бәсекелестік туындады. Әрқайсысы трансатлантикалық тасымалдау нарығында жетекші орынға ие болғысы келді. Бірақ адамдар екі корпорацияның қызметтерін бірдей пайдаланды. Cunard Line, Мавритания және Луситания бұл турбиналарын іске қосқан кезде жағдай күрт өзгерді. Бұл кемелер әлемдегі ең үлкен болғанмен қатар, олар ең жылдам болып шықты. Айтпақшы, лайнерлер 25 торапқа дейін жылдамдықты дамытады. Атлант мұхитын 5 күнде кесіп өтті. 25 торап ол шамамен 46 км/сағат. Негізгі бәсекелестен үлкен, жылдам және сенімді кемелердің пайда болуы White Star Line табысына зиянды әсер еткен таңқаларлық емес. Жағдайды тек суперлайнерлерді Мавритания және Луситаниядан асып түсетін кемелерді салу арқылы ғана түзетуге болатын еді. Егер жылдамдығы жағынан болмаса, орын ауыстыруы, жолаушылар сыйымдылығы, қауіпсіздігі мен қызмет көрсету деңгейі бойынша. Осылайша Олимпик және Титаник кемелерінің дизайны басталды. Кеме қатынасы компаниясының атқарушы директоры Джозеф Брюс Исмай ойлағандай: қызметке бірінші болып Олимпик, содан кейін 10 айдан кейін ежелгі грек мифтерінің кейіпкерлері титандардың есімімен аталған Титаник кірді. Титаниктің құрылысы. Титаникті ең үлкен кеме жасау зауыттарының бірі Харлан және Вольфе конструкторлық кеңесі әзірлеген. 411 жеке құжаттан тұратын болашақ алпауыттың сызбалары 1908 жылы 29 шілдеде White Star Line компаниясымен бекітілді. Титаникке 401 сериялық номер берілді, ал киль 1909 жылы 31 наурызда салынды. Құрылыстың бастапқы кезеңі. Титаниктің құрылысына 1500-ге жуық жұмысшы жұмылдырылған. Олардың ең жасы 12-13 жаста болды. Ол кезде қауіпсіздікке аз көңіл бөлінді. Сондықтан адам шығыны болды. 254 адам ауыр жарақат алды. Атап айтқанда, биіктіктен құлау салдарынан оның 8-і қайтыс болды. Алайда, ауқымды құрылысты тоқтату мүмкін болмады. White Star Line басшылары еш нәрсеге қарамастан оны уақытында бітіргісі келді және оны орындады. Титаник 1911 жылы 31 мамырда суға шығарылды. Бұл кереметті тамашалауға 100 мыңға жуық адам келді. Олардың арасында VIP қонақтар мен баспасөз өкілдері де болды. Бірінші көзге түскені лайнердің өлшемі болды. Оның ұзындығы 299,1 метр, шаммен 4 қалалық блок. Ені 28,19 метр. Кильден биіктігі 53,3. 18 қабатты ғимаратпен тең болады. Техникалық сипаттамаларда әсерлі болды. Жолаушылар кемесі 2-4 цилиндрлы бұл қозғалтқыштармен және бұл турбинасымен жабдықталған. Бүкіл электр станциясының қуаты 55 мың ат күші болды. Айтпақшы, Титаник 23 торапқа, бұл шамамен 42 км/сағат болады. Соған дейін жылдамдыққа жете алды. Оның сыйымдылығы Олимпик қос пароходынан 243 тоннаға асып, 52.310 тоннаны құрады. Кеменің корпусы болаттан жасалған, ал тұтқа және төменгі палубалар жабық есіктер балық қалқалар арқылы 16 бөлікке бөлінді. Тесік болған жағдайда қос түбі судың бөліктерге кіруіне жол бермейді. Барлығы, соның ішінде капитан мен кеме иелері, Титаниктің суға батпайтын кеме екеніне сенімді болды. Бірақ қолай болмады. Алғашқы және соңғы саяхат. Титаникке қону 10 сәуір күні таңғы сағат 9-дан 30 кеткенде басталды. Шербург, бұл Францияда, және Квинстаунға Ирландия жоспарлаған аялдамадан кейін лайнер Нью-Йоркке бет алды.
Айта кетейік, көктемде трансатлантикалық рейстерге сұраныс дәстүрлі түрде төмен болды. Сондықтан кеме жартылай толық жүзіп кетті. Ұшаққа, яғни кемеге, барлығы 2225 адам мінген. 324 бірінші класты жолаушы, 285 екінші класты және 708 үшінші класты және 908 экипаж мүшесі болды. Еске салайық, кеменің максималды жүктемесі экипажды есептемегенде 2439 адамды құрайды. Аман қалу бақытына ие болған жолаушылардың айтуынша, сапардың алғашқы күндері тыныш болған. Титаник Фастнет маякына, бұл Ирландияда, соған жеткен бойда капитан Эдвард Смит толық жылдамдықпен алға командасын берді. Кеме бірте-бірте жылдамдықты көтере бастады, ал 14 сәуірде таңертең ол 22 түйіннен асып кетті. Қорқатын ештеңе жоқ. 4 күн бойы ауа райы жақсы және ашық болды. Жолаушылар ашық палубаларда көп уақыт өткізді. Алайда 14 сәуір күні кешке қарай күн күрт суыды. Ауа температурасы 6 градустан 0 градусқа дейін төмендеп, аздаған жаңбыр жауа бастады. Бұл күні радиооператорлар айсбергтер мен мұз айдындары туралы бірнеше рет ескерту алды. Капитанға 7 координаттың тек 4-еуі ғана берілді. Сондықтан ол Титаниктің бағытын тікелей мұз кедергісіне түзетті. Сағат 23:39-да Фредерик Флит айсбергті байқады. Бірақ қазірдің өзінде кеш болды. Ол кемеден 650 метр қашықтықта болды. Ер адам оған дереу бірінші офицер Уильям Мердокты ескертті. Ол бірден рульші Роберт Хитченске солға бұрылуды бұйырды және қозғалтқыш телеграфтарын тұтқаларын толық артқы күйге ауыстырды. Сәлден кейін ол оңға бұрылуға бұйырды. Бірақ ебедейсіз кеме бұған үлгермей сағат 23:40-та айсбергпен соқтығысты. Соқтығыс нәтижесінде оң жақ бортында жалпы ұзындық шамамен 90 метр болатын 6 саңылау пайда болды. 5 садақ бөлімі зақымданды. Олар бірден суға тола бастады. Лайнердің суға батпайтын жүйесі бұған арналмаған. Дизайнер Томас Эндрюс кеменің суда 1,5 сағаттан аспайтынын айтты. Сағат түнгі 12-ден 5 кеткенде капитан апат сигналын беріп, жолаушыларды эвакуациялауды бұйырды. Титаник 1178 адам сиятын 20 құтқару қайықтарымен жабдықталған болады. Барлығының сыймайтыны анық болды. Сондықтан ең алдымен әйелдер мен балалар құтқарылды. Алғашында адамдар жылы кабиналарынан кетуге құлықсыз болды. Олар іс жүзінде соқтығысы сезбеді, ал кемеде бәрі сырттай тәртіпте болды. Сондықтан алғашқы сағатта 180 адам ғана эвакуацияланды. Айтпақшы, 40 жолаушыға арналған қайыққа тек 12-сін салуға болатын. Дүрбелең таңғы сағат 1-ден 20 кеткенде палубаның алдыңғы бөлігін су жартылай басып кеткенде басталды. Көпшілік қайықтарға қарай жүгірді, бірақ олар әлі толық толтырылған жоқ, өйткені максималды сыйымдылығы туралы білмеді. Осы аралықта 3-ші кластағы жолаушылар 1-ші және 2-ші класты бөлмелерден оқшаулап тұрған торлардан жоғары көтеріле алмады. Кеме су астында қала бастады. Ал 1:30-дан кейін экипаж мүшелері дүрбелеңді әрең көтерді. Адамдармен қандай да бір пікірлесу үшін маған тіпті ауаға атуға тура келді дейді. Сағат 2-ден 5-тен кейін соңғы құтқару қайығы түсірілді. Ал кемеде қалғандардың, бұл шамамен 1,5 мың адам, одан шығуға іс жүзінде мүмкіндігі болмады. Қашуға тұрысып, бәрі арты жаққа қарай ұмтылды. Сағат 2:15-те бірінші мұржа опырылып, 2-ден 16-та электр қуаты өшті. 2-ден 18-де лайнердің тұмсығы түсіп, 1-ден батып кеткен. 2 минуттан кейін артқы жағы суға толып, сағат 2-ден 20 кеткенде Титаник толығымен су астында жоғалып кетті. Құтқару жұмыстарына келетін болсақ, апат туралы хабарға 7 кеме жауап берді. Титаникке ең жақын Карпатия пароходтары болды. Олар шамамен 93 км жерде болатын. Ол өзінің максималды жылдамдығы 14 түйінді дамытты. Бірақ ол Титаник толығымен су астында қалғаннан кейін 1,5 сағаттан кейін апат орнына жүзе алды. Осы уақытқа дейін суда қалған адамдардың көпшілігі гипотермиядан қайтыс болды. Алайда 712 адам аман қалды. Соңғы мәліметтер бойынша қайғылы оқиға кем дегенде 1496 адамның өмірін қиды. Олардың көпшілігі 3-ші класты жолаушылар. Сынықтардың тағдыры. Титаниктің сынықтары 3750 метр тереңдікте жатыр. Сонымен бірге, садақ артқы жағынан 600 метр қашықтықта орналасқан.
Екі негізгі фрагменттерден басқа түбінде ондаған мың ұсақ бөлшектер шашылып жатыр. Оның ішінде корпустың бөліктері, жиһаздар және ыдыстардың қалдықтары. Кейде көмір және адамдардың жеке заттары бар. Апат болғаннан кейін, бірден апаттан қайтыс болған бай жолаушылардың туыстарында Титаникті төменнен көтеру идеясы пайда болды. Алайда 1912 жылы бұл үшін қажетті технология қолжетімді болмады. Ал идея 1950 жылдарға дейін ұмытылды. Содан кейін суға батқан кемеге деген қызығушылық қайта күшейе түсті. Ғалымдар кемені көтеру үшін әртүрлі идеяларды ұсынды. Сонымен ағылшын Дуглас Уэлли, егер сіз корпусты сумен пластикалық ыдыстармен жауып, олар арқылы электр тогын өткізсеңіз, газ электролизі пайда болып, кемені жоғары көтеретініне сенімді болды. Ал американдық инженер Джон Пирс Титаникті сұйық азот торымен жабу арқылы мұздатуды ұсынды. Басқа ерекше схемалар болды, тек олардың ешқайсысы әлі Титаникті түбінен көтерген жоқ. Бұл бір күні бола ма, оны уақыт пен технологиядағы прогресс көрсетеді.